Төлен Әбдікұлы ең таңдамалы шығармалары. Бір күндік ашу. Қайсы бірде ойлап отырсаң, адам өмірінде бір-ақ рет оңбай қатты ашуланатын тәрізді. Өйткені өмір бойғы қуаныштар мен реніштердің ішінде қайткенде біреуінің шоқтығы биік болып қалатын анық қой. Совхоз құрылысына машинамен су тасып жүрген Ордабек бұрдан бұрын талай ыстық суықты бастан өткерсе де, бүгінгі ашуын осындай бір-ақ рет болатын оқиға деп ұққан еді. Бүкіл көңілін жанашыр аяныш сезімі мен өшпенділік сезімі қатар билеп, іштей бір күйзеліске енген. Нәрестедей уылжыған аңқау, үндемейтін Айгүлді мәңгілік сәбидей көретін. Баланың өсуі деген мүлде көзге көрінбейтін дүние ғой. Әйтпесе 10 жылды былтыр бітірген, қазір кітапханада істейтін Айгүлді тап Ордабектің пікіріндегі Айгүлмен теңестіруге ешкімнің келіспейтіні сөзсіз. Шынында ол соқтауылдай қыз. Бірақ мұны айтқан адамды Ордабек барынша ұятсыз, ардан безге біреу деп білер еді. Ордабек қарындасымен көп сөйлеспейтін, өмірінде жақсы көретінін айтып еркелетіп көрген жан емес. Алайда өзі үндемеген сайын қарындасын іштей аялай түсетін. Ал бүгін төбесі жай түскендей. Жұмысқа келген студенттердің біреуі Айгүлге сөз салып жүр екен деген хабарды естігенде табиғатында жоқ бір долылықпен түтігіп, тіпті бір жыларман халге келді. Бұл масқара ғой, кішкентай баланы, деді әрі ойлануға батылы жетпей. Осыны ол шүпілдеген құдықтан кеңірдек секілді жуан құбыршекпен су сорғызып тұрып та, рөлде отырып та, құрылыс іргесінде үлкен астауға су құйып отырып та басынан екіде елі шығармады. Адамдар мұнша арсыз болады деп ешқашан ойламағанды. Оның ойында не бар әлі? Түк жоқ, бала ғой. Соған сөз айту деген тұсқа келгенде Ордабек өз ойынан өзі ұялып, қызарып кетті. Іле-шала ол қып-қызыл ашуға айналды. Құбыршекті көтеріп алып, машинаның белінен асыра бар күшімен лақтырып жіберді. Күн шыжып тұр еді. Көлеңке зара бастаған кез. Кеудесіне дейін жалаңаштанған майысқақ жас жігіт жотасы жылтырап, көлбей қойылған тақтай бойымен шелектеп лай тасып барады. Балшық араластырып тұрған толық әйел кетпенін тұрғақ жерге сулата салып, көлеңкедегі шелектің кернеуінен тізерлей отырып су ішті. Түрегеліп шолақ қамзонның астарымен аузын сүртті де, қайтып келіп кетпен алды. Әй, Ордабек, деді айғайлап. Астау толды, кідіре тұр енді. Ордабек машинасының көлеңкесіне отырып, қалтасынан папирос алды. Ыстықтан жіпсіген маңдайын жеңімен ыса салды да, кіржиіп жұмыс істеп жатқандарға қарады. Шылымын тұтатып, бір жамбастап қолымен жер тірейіп отырды. Кішкенеден соң көкпекті ескі түрбіні жұлып тастап, сол орынға шынтақтап қисая кетті. Тұла бойын құрсақтатқан бір жын әлі қатар емес. Сендерді ме? Де кенет ызадан сұп-сұр болып. Көрсетермін мен сендерге, тұра тұр бәлем. Қолдарының қалтырап, қазір төбелесетіндей басын көтеріп алды. Кірпіш үйдің тасасынан шыға келген жуан қара диспетчер Ордабек еді қырылдай сөйлеп. Мен 3-ші фермаға барып келесің бе? Ордабекте үн жоқ. Жоқ, кешке қарай саған қазір апарып деп тұрғаным жоқ қой. Ордабек бұған да жауап қайтармады. Әй, тілің байланып қалды ма? Кімге айтып тұрмын? Деді ол келкиіп. Ордабек басын шайқады. Уақытым жоқ, деді диспетчер кетіп қалғаннан кейін. Алдындағы селді шағырдың бір талын сындырып, өзі де байқамастан аузына салып тістелей бастады да, ащы дәмін сезініп лақтырып тастады. Жарты сағаттан кейін Самарқа орнынан тұрды. Шаң-шаң болған шалбарын екі қолымен кезек-кезек қағып, маңдайына түскен кепкасын шалқайта нығыздап киіп, рульге отырды. Бұрында көп сөйлемейтін Ордабек кешке дейін осылай ешкімге бір ауыз тіл қатқан жоқ. Кешкілік жұмыстан шығысымен түнделетіп Сақпоз орталығындағы үйге келді. Айгүл қайда, деді келе әйеліне. Айгүл клубқа кеткен. Ертең әлгі жұмысқа келген студенттер кетейін деп жатыр ғой. Солар концерт қояды дей ме, кеткен әйтеуір бірдеңе деп. Жалғыз ба? Енді кіммен барушы еді? Ордабек әйелінен ала көзмен бір қарады. Жолдағы шылап шынды сылдыр еткізіп шыға жөнелді. Қараңғы көше бойымен клубқа қарай тура жүрді. Алыстан тоқылдаған мотор үні естілді. Клубтың есігінің алдында бейтаныс студенттер жігіттер жүр. Ордабек бүгін концерт деген жарнама жабыстырған есікті жартылай ашып ішке кірді. Коридор ішінде әлденеге сыбырласып тұрған ауылдың екі жігітіне тақап келіп амандасты. Біздің Айгүлді көрдіңдер ме, деді бұл сыбырлап. Отырған, деді біреуі залдың есігін көрсетіп. Бағана отырған. Ордабек шағын қапалақ залға кірді. Залда ине шаншы жер жоқ. Түрегеп тұрғандар бірін-бірін кимелеп сахна жаққа мойындарын өлгенше созады. Ордабек те өкшесін көтеріп сахнаға қарап еді, галстук таққан ұзын бойлы бұйрабас жігітті көрді. Концерт жүргізіп тұрғаны, тақпақ айтып тұрғаны белгісіз. Әйтеуір ыржия күліп бірдеңе деп сөйлеп тұр.
Одан соң сығалап залға қарады. Жоқ маңнан Айгүлді көрінер емес. Алқынып қатты жүгіргендіктен теріліп кетті. Мына залдың іші не деген ыстық. Тағы да өкшесін көтеріп сахнаға қарады. Кегжие мойнында ауырып қалды. Ақыры түк көре алмаған соң сыртқа шықты. Концерттің аяқталуын күтіп есік алдында әрі-бері жүрді де, жарқыным, ойындарың қашан бітуші еді, деді бағанағы студенттердің қасына келіп. Әлі біраз бар ағай, басталғанына көп болған жоқ. Солай ма еді? Жоқ, бәрібір күтемін деп ойлады тағы да. Отырамын осы арада, қашан аяқталғанша. Сағатына қарап естірте. Әлі біраз бар, деді де клубтың іргесіндегі ағаш арасына қойылған орындыққа келіп отырды. Қараңғы болғандықтан орындықтың өзін сипалап жүріп әрең тауып алды. Отырамын, осы арада қанша аяқталғанша отырамын. Қараңғыда әр жерден шылым оттары жылтырап, аллея бойымен қыдырған адамдардың қараңғыдағы бейнелері көрініп қалды. Көрші орындықтардың бір-біріне біреулерінің баяу сөйлескен дауыстары, әлде қайдан гитара үні естіліп тұр. Ордабек көз алдына қазір концерттің аяқталатын адамдардың сыртқа шығатын, қарындасың да шығатын. Bir кезде әлдеқандай бейбастақ жігіт Айгүлдің соңынан қалмай бірдеңелерді айтып жұрт көзінше жәбірлейтінін, осы кезде өзінің әлгі жігітті біреу ұстап, құлақ шекеден аямай бір соғатын елестетті. Екіншілік кімге соқтығарын біліп жүрсің көргенсіз. Көрші орындықтан, менің не айтпақ болғанымды білесіз бе деп сыбырлады әйеліні. Жоқ, деді еркек үні. Шынымен осы уақытқа дейін түсінбедіңіз бе? Жоқ, биге шақырғанда да, әйелін дірілдеп. Осы араға келсіндей кісі жібергенін де, сонда да түсінбедіңіз бе? Мен қайдан білейін, деді еркек үні тұншыға сыбырлап. Кел дедіңіз, келдім. Қалайша түсінбейсіз, қалайша? Әйеліне естілмей кетті. Түу шайтан, деді еркексіз Ордабек ішінен тұрып. Қалай келмайды өзі, қыз деген былай. Не дейін мен енді, деп сыбырлаған еркек үні естілді. Мені жақсы көретінге бәріне сенейін, бірақ айтып тұрмын ғой, менің сүйген адамым бар. Ордабек қараңғыға тесіле қараған күйі мырс етіп күліп жібере жаздады. Себебі сүйген түгін сөз көрге жезге жалған айтылғандай тым қолайсыз, қолпайсыз шықты. Осы бір сөзі өз табиғатымен, өз болмысымен өкісі сенетіндей етіп айтып беруінің қаншалықты қиын екенін Ордабек бұрыннан білетін. Сүйем демеу керек, ұнатам деу керек, деді ішінен. Соның өзі жетіп жатыр ғой. Сізді, деді бастырмалатқан әйеліне естілді әлгі тұстан тағы да. Ең алғаш көргеннен бастап, тек сізді ғана, маған басқа түктің керегі жоқ. Тек баяу естіп тұрған түнгі самал ұйтқып кетіп, ағаш жапырақтары сусылдай жөнелді. Ордабек жел тынған кезде еркек үнін тіпті ап-анық естілді. Саған өтірік айтуға менің арам жетпейді. Түсінемісің осыған? Қамықпа, ал жақсы енді. Менің сахнаға шығуым керек, Айгүл. Ордабек селк ете қалды. Айгүл деген үн тауға жаңғыртқан дыбыстай әп-сәтте санасында бірнеше қайталанды. Айгүлдің булығып жылаған дыбысы келді. Осы кезде жылан шағап алғандай орнынан ата жөнелген Ордабектің жан дүйсі адам аярлық еді. Ешкім көрмей тұрғанда осы арадан тезірек қашып құтылғысы келгендей жүгіре басты. Есік алдына тұрған студенттерге көрінбеу үшін клубтың сыртымен кетті. Ол өмірінде тап бүйтіп абжырап көрген жоқ еді. Болмашы бірдеңеге пайымдауға үлгере алмады. Өз үйіне тақағанда барып дуылға шекесін басып, жүресін баяулатты. Ентігіп қалтасына орамалын алып терін сүртті. Тоқылдаған мотор үнін естіді. Қалайша бұлай, деп есін жиып. Қалайша бұлай? Кім ойлаған? Тіпті, япырмау, сонда сөз шалып жүрген жігіт емес, Айгүлдің өзі болғаны ма? Ордабек үйінің алдындағы ағаш жаңғырыққа мұңайып ұзақ отырды. Іштей жаңылып, іштей түзелетін барлық тұйық мінезділерге тән бір қасиетпен бұл да әлгі оқиғаны жай-жапсарды ақылға салып тазарладып отыр. Кенет ол, Айгүлдің де біреуді ұнатып, біреуге ғашық болуы мүмкін-ау, деген ойдың осы уақытқа дейін басына қалай келмегеніне қайран қалды. Ғажап, деді басының көңілсіз шайқап. Кеудесін кереген қызғаныштан шымырлап жүрегі ауырды. Ғажап, деді тағы да. Үйге кірісімен кетесің бе деген әйелінің сұрағына жауап берместен бір кесе ашқан көжені дем алмастан сіміріп алды да келген ізімен қайта тартты. Ай әлі туа қоймаған. Туырлықтың тесігінде жылтырған сирек жұлдыздардың ғана көрінеді. Басынан кабинадан шығарып желге тосты. Анда-санда сабындық жиегін түнгі тоғайларда лып етіп ұшып кетеді. Бірен-саран қосаяқтардың жарыққа ентелеп, жол бойымен секектеп, машина жақындап қалғанда ғана жолдан бұрылып кетеді. Ордабек қалтасынан темекі алып тұтатты. Жүрегінің тереңіне мұңдылау бір сезімдер құйылып, бір кезде өзінің де алғашқы махаббатының сәтсіз болғанын ойлады. Нәрестедей, пәк қарындасының әлгі бір тұншыға жылаған үнін естіне алған сайын ет жүрегі езіліп елжірей түсті. Тұңғыш рет құшақтап, бауырына басқысы келді. Өмір деген осы.
деп арқасынан қағып жұбатқысы келді. Шығарма соңы. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Осы видеоға лайк басып, өз достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз.